Мемлекеттік рәміздер халқымыздың рухын, қаһармандығы мен даналығын, болашаққа үмітін, арман тілегін жеткізген қадірлі белгілер. Мемлекеттік рәміздерді қадірлеу тәуелсіз Қазақстанның барша азаматтарының қасиетті борышы болып табылады. Біздің елдің рәміздерін басқа да елдің азаматтары құрметтеу міндетті. Қазақстан Республикасында мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба, мемлекеттік гимн, мемлекеттік рәміздер болып табылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы Конституциялық заң 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Сол күннен бастап 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күні болып тойланып мерекеленетін күн еді. Дәл солай енді Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне келетін болсақ, елтаңба, ту және де әнұран.